Менің әлеміме қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздермен өте қызық видео. Бұл видеоның аты рум-тур. Яғни менің отбасылық үйіме рум-тур көрсетемін. Бұл үй 3 этажды. Мен неге көп видео жасамай кетті десеңіздер, бізде 2 күн үйде свет жоқ болды. 2 күн светсіз, неттік, жүрдік. Кеше жанды свет. Енді мен сіздерге күніге видео түсіремін, және жатақханың 3-ші бөлімін түсіретін боламын. Ал қазірге осындай рум-тур түсіремін. Ал бірінші жерінде менде осындай бір кіреберіс, осындай бір мусор, потом мынандай сурет, потом осындай свет, потом осындай нелер, гүл. Ал біз кіріп келетін болсақ, мына жақта бізде әртүрлі кілттер және осындай нелер, мына жақта бос. Мен енді салдым мұны. Вот осындай. Келесі жағында бізде осындай отыратын осындай, потом сурет, потом свет, осындай суреттер, потом осындай әдемі гүл. Ал мына жаққа келетін болсақ, бұл бізде менің ең сүйікті залым. Бұл жақта гүл, диван, телевизор, осындай сурет астыға түсіп жарайды. Осындай нелер, заттар. И потом осындай бірнеңкені, типа шешкенде қоя саласын. Ары қарай келетін болсақ, бұл бізде стол, тамақ ішетін 6 адамдық осындай нелер, ыдыс-аяқ сондай қоямыз. Келесі жерінде бізде бұл кухняның өзі, мына жақта пустой. Ертең толтырамын осындай нелер, суреттер, және де мына жақта тамақ істейміз, осылай тұрып. Күшті. Келесіде бізде достар осындай қар, мына қазір қар алып келу керек мұнда. Осындай сырғанақ, осындай качеля. Прям күшті. Ал енді 2-ші этажға кеттік. Достар, біз уже 2-ші этажға келіп жеттік. Бізде ваннада осындай бір вайна, маған ұнамай қалды ваннаны, қазір өзгертуім мүмкін, еліп өзгертпеймін. Осындай душ, осындай кір жуғыш. Және де ары-қарай сол дәл недегі астыңғы этаждағы осындай нелер тұр. Мына кемір қояды, сосын тағы сурет. Мына жақта бізде орташа сіңілімнің бөлмесі. Осындай бір әдемі бөлме. Келесі бұл менің ең кіші бауырымның бөлмесі. Осындай әдемі бөлме. Ал келесі ол менің мама-папамның бөлмесі. Әрине, осындай бір нелер, потомда кішкентай баланың жатқызатын жері, әлі бала жоқ бірақ. Осындай әдемі жер, маған қатты ұнайды мамалар бөлмесі. Енді онда менің бөлмеме кеттік. Келесі бізде ол менің ең сүйікті бөлме. Әрине, мен 3-ші этажда жатамын. Ал бастайық. Бірінші менде осындай отыратын жер, өзім жеке, мындай неге випқа қарап отырам. Осындай гүл, светильник. Ары қарай менде столым, жұмыс жасайтын, яғни сабақ оқимын деген сияқты. Мына жақта бір құрбым келсе, достар, кешіріңіздер, мен шығып кетіптім. Енді осындай құрбым біреу келгенде сай отырып әңгіме айтып береді. Мына жақта осындай гүл, мына жақта тоже тумбочка осындай. Потом мұнда киімділ қоям, мұнда менің диваным, мына жақта телевизорым. Бірақ мына жаққа мен бірнекелер толтыруым керек әлі. Былай ұнап тұрған жоқ, әлі пустой болып тұр менің ойымша. Сондықтан да мен кейбір затты толтыратын боламын. Достар, видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Келіп лайк басуды ұмытпаңыздар, достар, пожалуйста, 200 лайк подписчик саяқшы өтініш сіздерден қатты сұраймын. Пожалуйста, достар, подписка жасап, яғни 200 подписка таңғалдырыңыздар, пожалуйста. Тіркелген жандарға мен сіздерге тіркелетін боламын. Соны ұмытпаңыздар. Ендеше, всем пока.